Армысыздар әріптестер қазыларым, үздік педагог сайысында сынар бағын, бастайын мен өзімді таныстырып, көрермен қошаметпен қабылдағын. Артымда қалса ғой деп ізім менді, пендеңіз арнау жырын тізіп өрді. Бұл жердегі ардақты ел армысыздар, алдыңа Зейналқанның қызы келді. Атқан соң ұстаздықпен күліп күнім, шәкірттер жүргілімнің біліп құнын, 12 жыл еңбек еткен бұл салада, бірімін ел сыйлаған біліктінің. Бақытым ұстаздыққа бет бұрғаным, шаттығым шәкіртке нәр таттырғаным, 12 жылдық еңбегімнің жемісі ғой, алдыңа қатысушы боп кеп тұрғаным. Ұсынар шәкірттерім шаттық гүлін, төгеді көңіліме уақыт нұрын, барша жұрттың сезіндім жылылықты, сондықтан да мен бүгін бақыттымын. Жақсы адам жан-жағына шуақ сынды, сайыс болып алдымызда сынақ тұрды. Шәкіртке білім нәрін сусындатқан, ұстаздар ағып жатқан бұлақ сынды. Қилы жолды қандығымыз басып өткен, содан бері 5,5 ғасыр өткен, 175 жыл бұрын дүниеге кеп, елімізде абайдай асыл өткен. Індет кіріп қаштықтан білім бердік, білім беру жолында көп іздендік, білімге шәкірттерім сусындады, біз үйреткен бірегей тәлімгеріп. Атқан әр таңымыз таңғажайып, бола білген ұстаз білім лайық, елбасының үндеуін қолдап біздер барлығымыз рухани жаңғырайық. Жарысу мақсат емес нансаңыздар, жеңіске лайықпыз баршамызда, басты мақсат жас ұрпақтың болашағы, сәттілік тілеймін баршаңызға. 11 сынып оқушысы Сағатов Әлихан, Шуханов Әлиханов атындағы нөмір 3 мектеп лицейінде оқимын. Мен физика пәнінен мұғалімім Зейнелхан Гүлжазира апай. Гүлжазира апайдың әр сабағында жаңа нәрселерге үйрендік. Ол тек сабақпен ғана шектеліп қоймай, өмірлік қиындықтарға да біз үйретті. Гүлжазира апайдың сабағы өте информативті және қызықты өтеді. Әр оқушымен жеке тіл табысып байланыс жүргізе алады. Гүлжазира апайдың берген білімінің арқасында физика пәні бойынша қалалық, облыстық, республикалық пәндер олимпиадаларда 7 сыныптан бастап жүлделі орындарға ие болдым. Бұның барлығы Гүлжазира апайдың өз ісінің маманы және мықты мұғалім екендігін тағы бір мәртебе. Құрметті физика пәнінің мұғалімі Гүлжазира Зейналқанқызы, сізге алғысымды білдіргім келеді. Әдетте физика пәнін күрделі деп білеміз, бірақ сіздің сабағыңызда әр тақырып мен үшін жеңіл болып көрінеді. Себебі сабағыңыз өте қызықты, танымдылығы мол, өмірмен байланыстырып аласыз. Әр күрделі тақырыпты өту барысында оны түсіну үшін қызықты ойындар қолданып, қаншалықты түсінгенімізді тексересіз. Сондықтан бұл пән маған өте қатты ұнайды. Сізге алғысым шексіз.